Валит снег, кругом буранит, на подъездах снег лежит. В доме на окраине дальней малыш на свет спешит. Мама плачет, громко дышит, нет подмоги от врачей. Замело вокруг дороги, не пробьются они к ней. Как в том фильме с Суперменом, где силен он и могуч, Дауренбек спешит на помощь. Из тумана, из-за туч. Раз и два, с друзьями вместе на железных патрулях разнесли сугробы в клочья. Благослови их всех, Аллах. Дождалась мамаша помощь от медиков-врачей. Повезли ее народы побыстрее, поскорей. Но малыш упрямый малый. Ему бураны фиолет. Любопытно ему стало, и пришел он в этот свет. Пожелаем счастья маме и сыночку здравия. Дауренбеком назовут, и это будет правильно. Неге мінгізіп жатыр ғой МЧС-дің машинасынан сол кезде Дәурен деген жігіт айтады ғой. Бұның атын Дәурен қойыңдар, Дәуренбек болсын дейді. Біз айтамыз, бұны көтергенде айтып қойғанбыз, Рамазан қоямыз бұның атын деп. Сосын бәрі айтады, жоқ, Боранбай қой деп қойды. Бұл жігіттің екі есімі бар. Азан шақырып қойған атымыз негізі Рамазан. Боранды күні босанғандықтан көрші көлем бүкілі Боранбай деп кетті. Себебі 23-ші қаңтар күні сағат 2:30-нан бастап қазақта айтады ғой толғақ деп. Сол қыса бастады. Басында мән берген жоқпыз. Жүре бердік. Өткені 2 аптадай уақыт болатын. Сосын толғағымыз қатты деп кеткеннен кейін 103-ке звондадық. 100-ке звондағанда ол кісілер біз еш көмек бере алмаймыз деді. Сонымен не істейміз деп ойладық. Басында округтік жаңағы не бар ғой, Қараөткелдің әкімдігі хабарласып, чаттан жаздық, жолдың бәрі жабық. Сосын ол кісі осы жерде тұратын Баха деген погрузчик бар тұғын, соған звонда, ол жолды ашып береді, ары қарай скорыймен алып кетеді деген ғой. Бахаға звондасам, Баха өзі батып жатыр екен, екі көшенің ар жағында өзі шыға алмай жатыр екен. Сосын көрдік, онда жаяу барайық хотя бы деп. Сосын көрші ағайға хабарластым, Дүйсен ағай бар тұғын көрші. Хабарласып, Дүйсен ағай осындай толғақ болып жатыр, ой бағай. Ол кісі де жаңағыдай сразу не істеп апарайық онда, хотя бы шанамен болса да апарайық, былай прямой деп жаңағы айнала шана іздедік, капот іздедік, шыны керек, таба алмадық. Сосын кішкене сумкасы бар, сумкасын арқалап неге дейін бардық, магазинге дейін бұға қарай жол жүре берейік, скорыйға звондап хабарластық. Ар жағынан келе алмайды, ана жерде бір үлкен, ол кезде жол болмаған біздің райондарда. Күн боран масқарат, 3,5-4 метр биіктігі қардың. Сосын хабарласып акиматқа, акимат ар жағынан келіп скорыймен, бірақ өте алмайды бері қарай скорый. Сосын Қазына деген магазинге дейін әрең бардық, жетектеп. жүру енді айтады, дұшпаныма тілемеймін деп. Осы үйден сағат 3:30-да шыққаннан, сол 5-тен өте, сол Қазына деген магазинде, кезінде Қазына болған. Сол магазинге әзер жеттік, сол магазиннің қасына тоқтап магазинге тұра тұрайық, енді скорый келгенше деп кіріп едік. Қазақ кісілер, ол кісілер сразу үйлерін дайындап, уайымдамаңыз, үйіндегі ер адам фельдшер кісі екен, уайымдамаңыз, болмаса скорый ештеңе келмесе өзіміз Бауыржан ғой. Иә, өзіміз тудырып аламыз, сіз уайымдамаңыз деп, үйінің залын дайындап, төсегін дайындап, суын дайындап, барлығын, еш уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады деп. Ал мен өзімше айтып қоям енді, жоқ, мен больницаға барам деп, бірақ ол больницаға қалай жететінімде шыны керек шаруам жоқ. Сонымен әрі отырдық, бері отырдық, сонымен 6:30 болды ол кісінің үйінде отырғанда. Акиматтан әкім қайта звондап жатыр. Енді кішкене шыдаңыз, не істеңіз деп. Әрі кетсе бір 3 километр болады, 3 километр әрі кетсе енді Қараөткелдің шеті ғой, былай қарасаң, ана екі ортада просто не жоқ, трасса жоқ, арнайы салынған, еще светте ештеңе де жоқ. Бірақ енді бәрі халық тұрып жатқаннан осы жақтамыз ғой, өз үйіміз ғой, ешқайда кете алмаймыз. Бір кезде ар жақтан хабарласты, охотниктер бар екен,
сол охотниктер фельдшерді жаңа жібереміз деп буранмен. Сосын ол кісілер буранмен фельдшерді жіберді. Дикошқа айттым, отырасың бе? Отырам, енді бару керек, больницаға бару керек деп. Сөйтіп буранға отырды. Отырдық, 2 төмпешіктен астық, содан жыладым, бара алмайтынымды сездім енді шыны керек. Өйткені ол боранға отыру жай адамның өзіне оңай емес деп ойлаймын. Сосын жылап бураннан мен түсіп қалам, мен жаңағыдай айтады ғой, суым кетіп қалды дей ма, енді жылап сосын қайтып кетті жаңағы қазынадағы үйге. Бір кезде сол жерде охотниктер бар екен, Дәурен деген жігітті атап өткім келеді. Енді ол Дәурен деген жігіт жаңағы 2-3 джипі бар екен. Сосын жаңа осында бір әйел босанып жатыр екен деп, босана алмай жатыр екен, соға қысып жатыр екен деген ғой. Жаңағы кісі қазір джиптермен өтем деп бір джипті қарға салып, ол джип жаңағы батып қалып, оны тартып алып, ол кісілердің еңбегі енді былай қарасаң күшті, былай экран сыртында болса да бүкіл халық болып, жаңағы 19 микрорайон болып бәріміз енді сондай бір неде жүрміз енді. Тарих қой енді шыны керек ол. Сосын отырып бір есіме 112 түсіп кетті. Что көмектеседі деген. Содан сразу сол жерден 112-ге звондадым өзім. Ол кісілер айтты, енді 1 сағаттың көлемінде жетеміз деді, егерде шыдай алатын болсаңыз деді. Сонда біз уже выезжаем деді. Жақсы деп, 1 сағаттың ішінде бір 3-4 рет звондаған шығар, қайта-қайта. Навигатормен адресті жібердік, сол телефонның несі арқылы қайта-қайта звондап біле отыр. Сол 1 сағаттың көлемінде келді үлкен машина. Одан сол машинаға мінгізіп, үлкен машинаға, атын қалай екен білмеймін, енді МЧС-тің машиналары ғой. Ол кісілердің енді еңбегі, енді бесценный еңбек қой ол кісілердікі. Кәдімгідей подготовленный, дайындалып, прям если сразу сол жерде босандырып алатын болсақ деп, медперсоналмен келген бүкіл жаңағы іс-шараларын орындап, содан отырғызды. Мені мынандай бір бұрышына отырғызып, енді қазір кішкене қиналасыз, қардан өту оңай емес деп. Жарайды, енді самое главное келдіңіздер ғой дедім. Содан отырғыздық, ал Динара енді кішкене шыда деп бұрышқа байлап тастады. Мен осындай жаңағы машинаны байлап отырғызып қойды, ал жаңағы төмпешіктен отыратын кезде фельдшер ер адам мына жерінен басады, ал енді кішкене шыдаңыз деп, чтоб мен құлап қалмас үшін, қимылдап қалмас үшін деп. Ауа райының күрт суына байланысты боран шашын болғандықтан жол көрсеткіші өте төмен болып, жүкті әйелді алғашқы медициналық және психологиялық көмек көрсетіліп, перинаталдық орталыққа жеткізілген болатын. Перинаталдық орталыққа жеткізілгеннен кейін жарты сағат хабарлама алғаннан кейін уже ол кісі нәрестесін аман-есен босанып, өз қолына алған болатын. Ондай хабарламаны біз артынан барып та ол кісіге қал жағдайын сұрадық. Біраз көмектерін тигізді, содан әйтеуір қараөткелдің ішіне кірдік, әйтеуір аман-сау 4 төмпешіктен жаңағы аман-сау өтіп, қараөткелдің ішіне кіріп, сосын өзінің жаңа жеделді жәрдемімен аман-сау ол машинадан 2-ші машинаға мінгізіп, сол ортада әкімде звондап жатыр, не істедіңдер, жеттіңдер ма деп. Әйтеуір скорыйға мінгізіп, қалалық перзентхана аман-сау жеткен кезінде әйтеуір уф деп шүкір дедік қой. Аман-сау перзентханаға жетіп, кем кеттіксіз дей ма не дейді, без отклонения әйтеуір дүниеге келді, бірақ таңға қарай босандым. МЧС-ге звондағанда айтады ғой, 109-ға звондық қой алдында, 109-ға звондағанда айтып қойды, ондайше біз сіздерге вертолет жібереміз дейді. Мен айтам, ойбай, вертолет түгіл адам баласы мына жерде дұрыс жүре алмайды. Өйткені біз көрші үйді көрмей жатырмыз да, боранның қаттылығы соншалықты. Сол шүкір Аллаға қазір енді міне 5 жасқа келіп жатырмыз. Әуелі Алла, екінші сол кісілердің арқасы. Мінез баршылық боранда текке толмаған шығар дейміз ғой, енді білмеймін ғой. Енді мінезіміз енді момын емеспіз. Мінезі боран сияқты борандатып жүреміз барлығын. Ашушаң, қырсық.
Бұл туғаннан кейін 2 айдан кейін карантин басталып кетті ғой. Карантин басталып кеткенде енді ешкім келмейді, үйге кіріп шықпайды, қонақ бәрі тыйылып қалды. Бұл бала үйде отырып түшкіргенде жылайтын болған, сондай қызық болған. Адамдар келсе қатты күлсе жылайтын болған. Сондай қызық сәттер болған. Енді бәрі көңіл бөледі болған, көшеге жаңағы жазға қарай шықса, ой Боранбай деп, осы ауылдың бәрі сөйтіп атайтын. Боранбай Рамазан екенін білмейді. Магазинге барса да танытпады, ой мына біздің Боранбай ғой деп. Енді ауылдың бір атын шығарған бала болды ғой негізі. Одан кейін бұл баладан кейін жолда салынды, суда келді, жарық бәрі Құдайға шүкір әйтеуір келіп жатыр ақырындап. Осы баланың да себебі бар деп ойлаймын өзім. Осындай қыс мезгілінде боран шашында жол болмағандықтан жүкті әйелдерді жиі тасымалдаймыз. Жалпы медициналық білімім және медициналық осы стаж дейді. Жалпы стаж 11 жыл уақытында 8 жүкті әйелді босандырған кезіміз болды. Және де көбінесе әрине толғағы жиілеген себебінен алғашқы медициналық психологиялық көмектер көрсетіліп, осы Астана қаласына перинаталдық орталыққа жеткіземіз. Әрине бізге өзіміздің күнделікті жұмыс сияқты біз жаңа сіз айтқаннан кейін де жаңа есімізге енді алып жатырмыз. 2024 жыл ішінде 1000-нан астам шақырту орын алған болатын. Оның ішінде әрине жүкті әйелдерде осы қыс мезгілінде көп жағдайда, қыс мезгілінде осы жылдың басынан бері 100-ден артық шақырту алдық төтенше жағдайлар департаментінен. Оның ішінде әрине жүкті әйелдер көп жағдайда және қалаға жете алмаған, жалпы жағдайы төмен, жіті бақылауға алынатын науқастарды Астана қаласына жеткіземіз.